Баршаңызға сәлем. Мен Николай Островский атындағы нөмір 4 күршім орта мектебінің 10 Б сынып оқушысы Тілеулі Асылжанмын. Және де мен қысқы демалысымда уақытымды босқа өткізбей қандай кітап оқығанымды айтатын боламын. Мен Джон Стрелегидің «Кафе на краю земли» кітабын оқыған болатынмын. Бұл мотивациялық және философиялық шығарма, адам өмірінің мағынасын іздеуге бағытталған. Бұл кітапта автор өмір, мақсат, бақыт және өз-өзіңді тану туралы маңызды сұрақтарды көтереді. Кітаптың басты кейіпкері Джон есімді адам. Ол өмірден шаршаған, күнделікті күйбең тіршіліктен мағына таба алмайтын жағдайға жеткен. Бір күні ол жолда кетіп бара жатып, ешкімге белгісіз кафеге кезігеді. Кафенің аты да өзі де кейіпкерге өте ерекше болып көрінеді. Джон бұл кафеден тамақтанбақшы болады және кафе мәзірінде үш ерекше сұрақ жазылғанын көреді. Неге сіз бұл жердесіз және сіз өлімнен қорқасыз ба? Сіздің көңіліңіз толулы ма? Деген үш сұрақ болады. Кафе қызметкерлерімен және келушілермен әңгімелесе отырып, Джон осы сұрақтарға жауап іздейді. Ол өмірдің мағынасы мен өз қалауы туралы ойлана бастайды. Бұл ізденіс оны өмірлік басымдықтарын қайта қарауға және шынайы бақыт пен еркіндікке жетуге жетелейді. Бұл «Кафе на краю земли» кітабын қорытындыласақ, өзіңіздің ішкі әлеміңізге саяхат жасап, шынайы бақыт пен тыныштыққа жету жолында ойлануға итермелейтін әсерлі кітап. Бұл шығарма оқырманға өмірді басқа қырынан қарауға мүмкіндік береді және күнделікті өмірден рухани жаңғырудың маңыздылығын көрсетеді. Мен бұл кітапты бәріне оқуға кеңес беремін. Өз уақыттарыңызды текке өткізіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Жаңа жылдарыңызбен.